Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен шоколадты кекстардың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға жұмыртқа мен шекерді салып, жақсылап 2 есе көпіргенше араластырамыз. Сосын бұл массамызға жылы сүтіміз бен сұйық майды құйып араластырамыз. Екінші бөлек ыдысымызға електен өткізілген ұн және де какао разрыхлителді салып араластырып дайындаймыз. Осы ұнды массамызды жұмыртқалы массамызға 2-3 бөліктен бөліп салып араластырып отырамыз. Бізде нәтижесінде осындай сұйық масса шығады. Енді осы массамызды кекстің қалыбына 2 ас қасықтан саламыз. Сосын оны 180 градуста қызарғанша 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Біздің кекстар осылай 2 есе болып көтеріледі. Біздің кекстар өте жұмсақ болып піседі. Дайындап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.